Ауылда оны бәрі жаман Тұрар дейтін. Шынында да бойы тапал, беті шұбар, мұрны қоңқақ, сырт келбетімен мақтана алмайтын. Бірақ Тұрардың ең таңғаларлық қасиеті оның қасындағы әйелі Гүлнұр еді. Аққұба, қиғаш қас, ұзын бойлы, биязы мінезді келіншек. Ауылдастары бұл жұпты көрген сайын бастарын шайқап, күбір-сыбыр әңгімеге кірісетін. Қалайша анадай ұсқынсыз еркекке мынадай сұлу келіншек бұйырған. Тұрар ешқашан бұл сөздерге мән бермейтін. Егінін егіп, малына қарап тыныш өмір сүретін. Ал Гүлнұр болса күйеуінің қасынан бір елі қалмай, шайын дайындап, жаулығын желбіретіп, отбасын дөңгелетіп отырды. Көптің қызығушылығы шектен шығып, бір күні көрші кемпір шыдай алмай сұрады. «Әй, Гүлнұр, шыныңды айтшы, Тұрарда не бар? Әкесінің байлығы жоқ, сымбаты жоқ». Гүлнұр жай ғана жымиып, «Тұрар мені адам еткен адам» деді. Әкем ішкіш болатын. Шешем күнде жылаушы еді. Сол күндердің бірінде мені осы Тұрар алып кетті. Сен жыламауың керек деді. Содан бері бір күн жылатқан емес. Қандай ұсқын керек сізге? Сол күннен кейін көрші көлем Гүлнұр мен Тұрарға басқаша қарай бастады. Бірақ адам аузы қақпақсыз. Бір сөз тыншып, екіншісі қозады. Бір күні аудан орталығынан Гүлнұрдың сыныптасы Серік келді. Кезінде ауылдан қалаға оқуға кеткен, қазір ірі бір компанияның бөлім басшысы екен. Қара костюм, ақ көйлек, көзі жылтырап тұр. Кездейсоқ дүкен алдында Гүлнұрды көріп қалып, «Гүлнұр, сен бе бұл?» деп қуана айғайлап қолын созды. Гүлнұр іштей ыңғайсызданды. Серік оның мектептегі алғашқы сезімі болған. Бірақ дәл қазір сол бала махаббат күл-талқан болып, алыста қалған бір елеске айналғандай. «Сәлем, Серік, қалай?» деді қысқа ғана. Серік сөзді көбейтіп Тұрар жайлы сұрай бастады. Біраздан соң, «Саған лайық емес сияқты» деп тік айтты. Гүлнұрдың жүзі сәл сұрлана қалды. Бірақ сабырлы қалпынан айнымады. «Сен де, басқалар да тек көзбен бағалайсыңдар. Серік, мен өмірге Тұрардың көзімен қарағанды үйрендім. Ол маған сенген жалғыз адам. Ал сендер мені тек түрім үшін көргің келдіңдер». Серік үндемеді. Сол сәтте дүкеннен бір дорба ұстаған Тұрар шықты. Қолындағы нанды Гүлнұрға ұсынып, «Аш қалмайық деп асығып едім» деді. Тым қарапайым, бірақ ішінде сонша жылу бар. Серік алғаш рет Тұрардың көздеріне қарады. Тым терең, тым шынайы. Сол сәтте ғана түсінді, Гүлнұр бақытты. Ешқандай жылтыр өмір, биік лауазым, сән салтанат ол бақытының орнына жүре алмайды. Тұрар мен Гүлнұр үндемей үйлеріне беттеді. Артында Серік тұр. Ал алдында нағыз махаббат. Сол оқиғадан кейін біраз уақыт өтті. Ауылдың іші тып-тыныш көрінгенімен, кей сөздер ешқашан жоғалмайтын. Серік кеткенімен артынан сыбыр тарады. Серік келіп кеткен соң, Гүлнұрдың жүрегі шайқалған шығар деп біреулер айтса. «Әй, ондай еркекпен өмір сүру оңай дейсің бе?» деді енді бірі. Бір күні Тұрардың басы айналып, жерге талып құлады. Ауруханаға жеткізілген соң, дәрігерлер ұзақ қарап, иығын көтерді. Жүрегінде ақау бар екен, бұрыннан келе жатқан. Ауыр жұмыс жағдайды ушықтырып жіберген. Гүлнұрдың жүрегі зырқ ете түсті. Ол күнде таң ата тұрып шөпке өзі шықты. Малды өзі суарды. Түнде Тұрардың жанынан кетпеді. Сол кездері бір таңғаларлық жағдай болды. Ауыл адамдары Тұрарға көмектесе бастады. Бірі шөбін шапты, бірі малын қарады, бірі көкөнісін жеткізді. Бұрынғыдай емес, бәрінің көзқарасы өзгеріп кеткен. Бірде дәрігер. «Таңғаламын, бұл кісінің жағдайы тұрақталып келеді. Жанында жақсы адам болмаса, бұлай болмас еді» деді. Гүлнұр күлімдеп, «Ол мені адам еткен. Енді мен оны адамдай өмір сүргізуім керек» деді. Күз түскенде Тұрар орнынан тұрып, алғаш рет аулаға шықты. Күн салқын, бірақ шуағы бар. Аулада ас үй терезесінен иіс бұрқырап тұр. «Не істеп жатырсың, келіншегім?» деді баяу ғана. «Сен жақсы көретін бауырсақ. Ауыл адамдары келмекші. Туған күнің бүгін ғой». Тұрар үнсіз тұрды. Әттең, бүгін соңғы күні еді. Туған күнде үнсіз ғана жүректен кеткен Тұрарды Гүлнұр қатты қайғырды.
Сол күні Тұрардың туған күнінде ауыл адамдары жиналып, аулаға ақ дастархан жайылды. Бауырсақ пен қымыздың иісі көкке өрлеп тұрды. Әркім жылы сөзін айтып, Тұрардың адамгершілігін еске алды. Тұрар көп сөйлемеді. Жай ғана бәріне қарап, бір сәтке Гүлнұрдың қолынан ұстап, «Мен саған алғыс айта алмадым» деді сыбырлай. Гүлнұр жымиып, «Айттың күніңмен, көзқарасыңмен, үнсіздігіңмен ақ». Сол түні Тұрар үндемей ғана ұйқыға жатты. Таң ата Гүлнұр оянғанда Тұрар оянбады. Жаназаға бүкіл ауыл келді. Тіпті алыстағы Серіктің өзі де келіп үнсіз тұрды. Халық үнсіз жылап, жүрекпен қоштасты. Қара жер Тұрарды қабылдады. Бірақ Тұрар ауылдың жадында емес, Гүлнұрдың жүрегінде мәңгі тірі қалды. Күндер өтті. Гүлнұр жалғыз қалды. Бірақ жалғыз емес еді, жүрегінде Тұрардың мейірімен өмір сүрді. Үйінің қабырғасына Тұрардың суретін іліп қойды. Күнде таңертең сол суретке қарап былай дейтін: «Сен мені адам еткен едің. Енді мен басқаларды ұмытпауға үйретемін». Содан кейін ауыл мектебінде мұғалім болып жұмысқа тұрды. Сабақта балаларға адамның келбеті емес, жүрегі маңызды деп үйрететін. Ауылда Гүлнұр апай деген аты шықты. Ол ұсқынсыз еркектің әйелі емес, жүректі көретін әйел болды. Ал Тұрар сұлулықтың шын мәнін түсіндіретін бейнеге айналды.